Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен фисташковый торт пісіреміз. Жұмыртқаны сарысымен ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағын, белокты, сахарды аз-аздан сала отырып, әбден көтерілгенше миксерлейміз. Мінекей аз-аздан саласыздар. Жақсылап миксерлейсіздер. Ең төменгі жылдамдықтан жоғарғы жылдамдыққа дейін көтересіздер. Примерно 10-15-20 минутта істейсіздер ғой. Сонда әп-әдемі болып көтеріледі. Сарысына сүтті, сұйық майды қосып, және де пастаны, фисташковый пастаны қосып, блендермен өткіземіз. Осы қоспамызды жаңағы жұмыртқаның ағына қосып араластырамыз. Енді құрғақ заттар онымен қопсытқышты жақсылап араластырып, осы қоспаның үстіне бір-бір қасықтан саласыздар. Бірінші өзін біріктіріп аламыз. Одан кейін үстіне бір ас қасықтап ұн саламыз. Ұнды алдын ала елегіштен өткізіп алдым. Сіздер де елегіштен өткізіңіздер, комок болмау үшін. Жеке-жеке араластырасыздар. Арасында іртік-іртік болып жүрмес үшін. Мінекей дайын. Енді духовкада пісіріп аламыз. 160 градуста 40 минут. 40-45 енді пешке қарай піскенше. Мінекей дайын. Форманы қаптауды мен сіздерге алдыңғы видеоларда көрсеттім. Кальцоны қаптайсыздар фольгамен. Енді осыны пищевая пленкамен орап, холодильникке салып қоясыздар. Бір түнге немесе кем дегенде 4-5 сағат салып алыңыздар, сонда жақсы болады. Енді кремге кірісеміз. Творожный сыр, сливки, сахарная пудра. Осы үшеуін жақсылап біріктіреміз. Одан кейін аздап қана фисташковый паста қосамыз, кішкене жасыл рең беру үшін. Мінекей бисквитіміз дайын. Тегістеп кесесіздер. Беті көтеріліп тұрған болса, кішкене алып тастайсыздар. Тегіс етіп кесіп аласыздар. Осындай арнайы бисквит кесетін пышақпен. Мен жан-жағын кесіп аламын да, сосын барып ортасына кірісемін. Мінекей дайын. Енді конфи дайындаймыз, малиновый конфи. Ол үшін бізге малина керек, желатинді суға бұқтырамыз. Мына жерде крахмал және де қант. Крахмал мен қантты араластырып алып, малинаға салып, баяу отта қайнатамыз. Араластырамыз. Мінекей бір қайнап, біріккенше араластырасыздар, қанты ерігенше. Енді жаңағы малиновый қоспамыз жылы болу керек. Жылы болмаған жағдайда желатинімізді микроволновкада бір ерітіп аласыздар. Екіге бөліп, морозильникте қатырамыз. Кем дегенде 5-6 сағат. Негізі арнайы формасын тапсаңыздар, арнайы формасында қатырған дұрыс. Менде жоқ болғасын осылай істедім. Кондитерский магазиндерде сіздерде қаласында сатылады. Түсі қара түсті. Мінекей дайын. Енді тортты жинаймыз. Пропитканы білесіздер. Жылы суға немесе үй температурасындағы суға сгущенка қосамын. 1-2 ас қасық сгущенка, 3-4 ас қасық су, сумен жарайды. Жұқалап крем жағып аламыз. Қатты қалың емес. Өйткені конфи қоямыз бұл жерде. Конфиті қойғаннан кейін жан-жағын креммен жабасыздар. Үстінде бір сыпыра жауып шығамыз, креммен жұқалап. Келесі слой бізде бисквит, бисквиттен кейін крем. Бұл жерде конфи жоқ, сондықтан қалыңдап жаға бересіздер кремді осы екінші слойда. Әр бисквитке пропитка жағасыздар. Осы жерде қалыңдап жаға бересіздер кремді. Артық шығып кеткен кремдерді жағып жібересіздер сыртына.
пропитка. Тағы да жұқалап кремді жағып аламыз. Екінші конфейімізді қоямыз осы жерде. Жан-жағын креммен қаптаймыз. Ең соңғы бисквитімізді жауып, қалған кремімізді жұқалап жағып жібересіздер. Сыртын қаптауға арнайы бөлек крем жасаймыз, сондықтан уайымдамаңыздар, тек қана жұқалап жақсаңыздар болғаны. Енді пищевая пленкамен қаптап, пленкамен холодильникке сап қоямыз бір түнге, немесе жарты күнге 5-6 сағатқа. Кремі кішкене сіңу үшін сыртқы кремге кірісеміз. Сары май үй температурасында еріп тұрған, және де сахарная пудра, творожный сыр, аздап жасыл крем. Сыртын қаптаймыз бұл креммен. Мінекей тортымыз дайын. Кремі әбден сіңіп. Тортты айналдыра кремді жағып қаптаймыз. Қалыңдап жаға беріңіздер, өйткені тегіс дегенде жұқаланады. Мінекей бірсыпыра бәрін қаптап аламыз да тегістейміз. Бірінші бетінен бастайсыздар, одан кейін жан-жағын тегістейміз. Спатуламен тегістейміз. Крем жетпей жатқан жерлеріне жағып жібересіздер. Креммен қаптауды әлі дұрыс үйренбей жатырсаңыздар, қайта істей беріңіздер, тортты қолдарыңыз үйренеді. Ең басында бәрі идеальный шықпауы мүмкін. Опытпен келеді, әр пісірген сайын. Мінекей қаптап болдық. Енді спатуланың осы шетімен осылай жүріп шығасыздар. Әдемі өрнек беру үшін. Мінекей болды. Ол үшін кремді қаптап болған кейін холодильникке немесе морозилькке салып алу керек тортты. Крем кішкене қатаю керек, одан кейін барып жаңадай жүргізіп шығасыздар. Сыртын қалауларыңызша әрлейсіздер. Мен осындай ақ жемшіктармен әрлеп шықтым. Бетіне клубника қойып шықтым. Бетіне де әрлеу жағы өз еріктеріңізде, әртүрлі жеміс-жидектермен, немесе шоколадпен әрлесеңіздер болады, немесе тек солай қалдырсаңыз да болады, бетіне ештеңе қоймай. Ал қыздар ас болсын, міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Сіздерден фото есеп күтемін. Өте нәзік, дәмді болып шықты. Именно осы бисквитпен пісірулеріңізді кеңес беремін. Осы бисквит әдемі шығады всегда.